Сәлем достар, шоколадты өте нәзік жұп-жұмсақ торт дайындаймыз. Ең алдымен жұмсақ сары майға қант ұнтағын қосып, миксерлеймізде жұмыртқаны қосып, араластырып, ұн, аз қопсытқыш, какаоны қосып, бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Дәл осылай. Бананды шанышқымен езіп, қамырға қосамыз да, тағы да бір келкі етіп араластырамыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, қамырды орналастырып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Қанша уақыт дайындалу керектігін видеоның астына описанияға жазып қоямын. Дайын болған бисквитті жылы суытып, оны пищевой пленкаға салып қойсаңыз болады. Одан кейін соусқа кілегей, май, шоколадты осылай ерітіп аламыз. Кремін дайындаймыз. Салқын кілегей, сүзбелі ірімшік, қант ұнтағын қосып, осылай миксерлеп, бір келкі етіп крем дайындаймыз. Креміміз дайын. Одан кейін бисквитті екіге бөліп, оның үстіне крем жағып, тағы да коржды салып, үстіне жаңағы дайындаған шоколадты соусымызды құйып шығамыз. Өзіңізге ұнаған жеміс-жидектермен, видеода көрсетілгендей шоколадпен, миндальмен безендірсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.